Біз санап үйрендік, жарайсыңдар. Енді бір таңбалы сандарды қосып, азайтып үйренеміз. 7 және 2 бір таңбалы сандар деп аталады, яғни оны бірліктер дейміз. 7 бірлікке 2 бірлікті қосамыз, жауабын менімен бірге тексер. 4 бірліктен 3 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. Жарайсың. 3 бірлікке 4 бірлікті қос. Жарайсыңдар. 9 бірліктен 7 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. Жарайсыңдар. 7 бірліктен 6 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. Жарайсыңдар. Сендердің жауаптарың әрине сәйкес келеді деген ойдамын. 3 бірлікке 5 бірлікті қос. Жауабыңды тексер. 5 бірліктен 3 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. 2 бірлікке 3 бірлікті қос. Жауабыңды тексер. 7 бірліктен 3 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. Жарайсыңдар. 6 бірлікке 3 бірлікті қос. Жауабыңды тексер. 7 бірліктен 4 бірлікті азайт. Сенің жауабың әрине сәйкес келді деп ойлаймын. 2 бірлікке 6 бірлікті қос. Жарайсыңдар. 8 бірліктен 7 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. Өте тамаша. Сенің жауаптарың дұрыс деп ойлаймын. 2 бірлікке 7 бірлікті қос. Жауабыңды тексер. 3 бірліктен 2 бірлікті азайт. Керемет. 4 бірлікке 5 бірлікті қос. Жарайсыңдар. 8 бірліктен 6 бірлікті азайт. Және жауабыңды менімен сәйкестендір. Өте керемет, сен сондай мықты оқушысың. 3 бірлікке 7 бірлікті қос. Жауабыңды тексер. Керемет, жарайсың. Сен сондай ақылды баласың. 8 бірліктен 4 бірлікті азайт. Және каналға жазылып, лайк қойыпты ұмытпа. Сенің жауаптарың менің жауаптармен сәйкес келді деп ойлаймын. 6 бірлікке 4 бірлікті қос. Жарайсыңдар, өте керемет. 9 бірліктен 2 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. Жарайсыңдар. 6 бірліктен 4 бірлікті азайт. Жауабыңды тексер. 6 бірлікке 3 бірлікті қос. Асықпай есепте. Жауабыңды тексер. Керемет. 9 бірліктен 6 бірлікті азайт. Асықпаймыз. Жауабыңды тексер. Керемет, жарайсың. 2 бірлікке 4 бірлікті қос.
қосу амалы және азайту амалында сандық бірлікті сан сәулесін пайдаланыңдар. Және осы қосу азайту амалдарын ауызша тез есептеуге жаттығыңдар. Өте керемет. Келесі сабақта кездескенше